Оңтүстік кореялық білікті маман шымкенттік дәрігерлерге шеберлік дәрісін өткізді. Бүйрекке операция жасаудың қыр-сырын үйретіп, тәжірибесімен бөлісті. Шетелдік маманның бас көз болуымен бұған дейін 11 азаматқа операция жасалған болатын. Бұл жолы бір апта ішінде 8 науқасқа трансплантация жасалды. Жергілікті мамандар мұндай тәжірибе алмасудан үйренеріміз көп деп отыр. Мұрат осындағы бүйрегіне күрделі операция жасатқан жанның бірі. 3 баланың әкесі 15 жылдан бері созылмалы бүйрек ауруына шалдығып, дәрігерлердің есебінде тұрған. 7 жыл бұрын алғашқы отаны Пакистанда жасатқан. Екінші рет операция үстелінен шыққан азамат жағдайым жақсы дейді. Пакистаннан кейін 5 жыл өтті, гарантиясы 6 жылда, 7 жылда бүйрегі өзінің ресурстары уже істемей қалған. Бұрын азаматтар ағза алмастыру дегенге үрке қарайтын. Сол себепті донор тапшы болатын. Дегенмен бірте-бірте халықтың көзқарасы өзгеріп, қорқынышы сейіліп келеді. Көбіне туысқаны, ата-анасы, бауырлары болса, жеңілдеу екен. Шымкенттің денсаулық сақтау саласында ілгерілеушілік байқалады. Оны шетелдік қонақ та растап отыр. Өткен жылмен салыстырсақ, жергілікті мамандардың біліктілігі артып, жұмыстарында ілгерілеушілік байқалады. Негізі Кореяда осындай операцияны толыққанды үйрену үшін 3 жыл қатарынан тәжірибе алу керек. Дегенмен сіздердің отандастарыңыз бұл отаны қазірде өз беттерінше жасауға мүмкіншілігі бар. Әзірше құны 30 мың ақш доллары көлемінде болатын мұндай отаны мамандар тегін жасауда. Тек туыстық донор табылса болғаны. Осылайша бүйрек трансплантациялаудың күрделі түрлерін жасауды меңгерген мамандар алдағы уақытта бауыр алмастыру ісін қолға алмақ ниетте. Оңтүстік Қазақстаннан Нұрлан Әлімбаев, Нұрлан Нұрбеков, ұлттық арна.